Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Рамазан айы баршамызға құтты болсын, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Кезекті тақырыпқа уақыт жеткен секілді. Бұл өте маңызды тақырып деп есептеймін өзім. Өйткені бұл тақырып, бұл мәселемен кездесіп, шешім таппай, немесе соның салдарынан бір ағаштарға зақым келіп жататын, немесе теріс әсер беріп жататын көпшілігіміз біле бермейміз. Сол үшін де осы тақырыпты бүгін көтеруді дұрыс деп шештім. Ол тақырып барыңыз көріп отқандай, жеміс ағаштары, яғни гүлдерінің немесе түйіндерін сирету, немесе оны жегенелеу деп айтады. Яғни прореживание деп айтады. Яғни оны арнайы сөздіктен қарадық. Оны жегенелеу дейді екен. Оны да өзім көргенмін, осы сөзді қолданғаным осындай тақырыпта. Және немесе сирету деп алсақ та болады. Мына жақта видеодан да көрген боларсыздар. Мына видеоны өзім түсірген болатын. Сапармен Өзбекстанға барған уақытымда осыдан 10 күндей алдым. Ал енді негізі тақырыбымызға келетін болсақ, мына алдарыңызда көріп отқан суретті бір қолданушым жіберген екен, біздің осы ақылын сұрап, не істесек болады деген кеңесім сұрап. Мына жерде көріп отқан болсаңыздар, мынау алхоры дейді ғой, чернослив, яғни алхоры. Бір жерде қаралы деп те айтып жатады екен. Сүйікті жеміс. Гүлдерін қарасаңыз, өте жиі, өте көп. Бір қарасаңыз, өте көз қуантарлық. Бірақ бұның салдары міндетті түрде көрініс табатын болады осы алдағы уақытта, гүлден түйіндеген уақытта. Себебі өйткені жеміс, мысалы, бұтақтары жіңішке, сол үшін міндетті түрде сынатын болады. Өйткені былтырда осы жағдай қайталанған екен бұл үйде, осы ағаштар бойынша. Сол үшін биыл осындай бір кеңесіме жүгінген екен. Тағы да мына суретін көрсететін болсақ, міне осындай тағы да бір жағдай. Жалпы бұл кейде оны түсінбей жатсақ, біз қатты қуануымыз мүмкін, көзіміз сүйсініп. Бірақ бұны біз бір шара қолданбасақ, бізге бұл кішкене ағашымызды кішкене біз зақымдап алады екенбіз. Ал онда енді қандай шара қолданамыз деген сұраққа көшетін болсақ, оның 3 тәсілі бар, 3 жолы бар. Оның біріншісі химиялық өнімдермен сирету болады. Яғни гүлдеп тұрған кезде, немесе түйіндеп тұрған кезде арнайы химиялық өнімдер бар. Соны қолдансаңыз, сол сіздің түйіндеріңізді түсіріп жүреді. Бұл бірақ онымен жұмыс істеу мен өзім кішкене қауіпті деп есептеймін. Өйткені тәжірибесі адам қолданатын болса, оны пайдасынан зиянын көп тигізіп жіберуі мүмкін. Оны қарқынды бауларда қолданып жатады, оны жиі қолданып жатады. Этафон қолданып жатады, кейде карбамид қолданып жатады. Арнайы бір қышқылдары бар қолданып жатады соған қатысты. Сол үшін мен бұны өзім жеке осы аулада қолдануға өзім ұсына бермеймін. Одан кейінгі ол техникамен сирету. Яғни оны арнайы техника керек. Қазір мына жерде бір видеоны көрсететін боламын, қалай жұмыс істейтін қарқынды бауларда, қалай техниканы көбіне сирететіндерін. Оған да біздің біз техника алмаймыз, өйткені біздің оған арнайы техникаға біздің көшеттеріміз бірдей болу керек, арнайы талаптарға сай келмейтін, ол бәрібір біздің техниканы қолданған кезде. Ол тек 10 шақты ағашымызға болады, егер аулада болатын болса. Оған бала техникалында себебін көріп тұрған жоқпын. Ең әдемі жолы ол қолмен сирету. Яғни жұмыс көп, бірақ өте тиімді, өте не десе болады, тиімді жұмыс, өте зиянсыз жұмыс. Ең бастысы оны қашан жасаймыз деген сұраққа келетін болсақ, гүлдеп болғаннан кейін 3 немесе 4 аптадан кейін ол жұмысты бастаймыз. Неге біз гүлдеген уақытта гүлін жаласа алмаймыз деген сұрақ қойылуы мүмкін ғой. Неге біз оны түйіндеп, гүлдегеннен гүлдері түсіп, түйінге отырып, оған жеміс ағаштар, оған жұмыс істеп, оған энергиясын жұмсап, қоректік элементтерін жұмсап, не үшін гүлдеген кезде ғана жұлып тастай алмаймыз деген сұрақ та мүмкін. Ол өте орынды болады ол сұрақ. Дегенмен
ол сұрақтың жауабы ол тиімсіз болып саналады. Гүлдеген кезде оны жола салу, өйткені ол гүлдеген кезде біз әлі толық кепілдік жоқ ешқайсымызда, оның толық тозаңданатынына және барлық гүлден түйін пайда болатынына, немесе қайтымды аяздардың, яғни бір теріс, яғни минустық температуралар қайтып келмейтініне бізде де кепілдік жоқ. Сол үшін немесе стресстік жағдайлар болып неше түрлі гүлдердің абортизация деп жатады. Ондай жағдай болмайды, кепілдік. Сол үшін біз бәрін күтеміз. Тозаңданғанның гүлдерін түсіп, одан кейін түйін түйген және түйіндер пайда болған кезде, сол кезде біз ол жұмысқа кірісетін болады екенбіз. Оған қазір мына жерде мынаны көрсетіп жіберейікші, видеоны. Видео қазір көрсетпейді екен. Бұл жерде қазір арнайы техника, мына жерде айналып өтіп, мынандай бір айналып тұратын бір механизмдер бар. Мына жерде кішкене көріп тұрған болсаңыздар, мына тұр. Яғни ол жалпы ағаштардың гүлінің 30%-ын түсіріп кетеді жерге. Бұл гүлдеген кезде істейді механикалық жолмен, техникалық техникамен. Және де бұның істеудің тағы да бір маңыздылығының бірі, оны істемейтін болсақ, бізде келесі жылы, биыл өте өнім көп салғандықтан, біріншіден ағашымыз сынуы мүмкін, сосын ағашымыздың иммунитеті түсуі мүмкін, оны келер жылға өнім аз салуы мүмкін. Өткен видеоларда айтқан болатынбыз, оның бір жыл өнім неге көп салады, бір жыл неге өнім аз салады немесе салмайды деген тақырыпта да біз осы жемістің өте көп гүлдеуін негізге алған болатынбыз. Міне осының да бір арнайы тақырып ретінде қозғап отырмыз. Сол үшін де біз оны сосын жемістерге де байланысты, сосын оның бір сұрақ арнайы, біз арасын қаншадан қалдырамыз деген, түйіндердің арасын. Егер біздің жалпы өнімдеріміз кішілеу болатын болса, жалпы өзінің сортына байланысты, онда 3-5 сантиметр қалдырамыз. Егер түйіндеріміз үлкен болатын болса, жалпы жемістер үлкен болатын болса, онда 10 сантиметрден қалдырамыз әр түйіннің арасын. Бүгінгі кішігірім тақырыбымыз осы. Егер сұрақтарыңыз болатын болса, комментарийге қалдырыңыздар. Қолдан келгенше жауап берейін. Ал көріскенше күн жақсы, аман болыңыздар.